Сәлем баршаға, сіздермен өнер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын рулеттің рецептін ұсынамын. Менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, каналымды дамытуға өз үлесіңізді қоссаңыз, қуанып қалатын боламын. Бүгін сіздерге рулет жасаймын. Сол рулеттің жасалу жолын ұсынамын. Қажетті заттардың барлығын описаниеге қалдыратын боламын. Алдымен 5 жұмыртқаны 1 стакан шекермен миксерлеп аламыз. Оның үстіне ванилин, разрыхитель және тұз саламыз да тағы да миксерлеп аламыз. 1 стакан ұнымызды ситудан өткізіп, жақсылап миксерлеп аламыз. 1 келкі масса шыққанша араластырып алыңыз. Массамыз дайын болған соң, табамызға пергамент қағазын төсеп, массаны құйып шығамыз. Жан-жағының барлығына жеткіземіз. Алдын ала 180 градуста қызған пеште беті қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан пешіңіздің температурасына қараңыз. Менің пешім қатты қызып кеткендіктен рулеттің астыңғы жағы күйіңкіреп кетті. Барлығын жан-жағына дейін жеткізіп, жағып шығамыз. Рулеттің түбі күйіп кетті, өйткені пешімнің асты қатты қызып кеткен. Енді осы рулеттің күйген бетін алып тастаймын. Жақсылап ыссы күйінде орап қоямын, суылғанша. Өйткені салқын күйінде орайтын болсаңыз, рулеттің сынып кететін болады. Менікі кішкене қалыңдау болып кетті. Табам кішкентай болғасын, не үлкен таба болса, жұқа етіп жайып пісірген жақсы. Рулетті орап қойып қоямыз. Енді арасына салмасын салуға кірісеміз. Мен үйдегі клубничный джемді пайдаландым. Соны арасына жағып шықтым. Жағып болғасын тағы да орап, пергаментпен орап, тағы да арасы біріккенше қойып қоямыз. Джемі сіңу керек арасына. Өзіңіздің үйіңізде не бар, соны қолдана берсеңіз болады. Сгущенка, шоколад қолдануыңызға болады. Міне менің рулеттерім дайын болды. Осылай дастарханға ұсынсаңыз болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған өнер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.